Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Бибігүл. Бүгін осындай блинчиктің рецептісімен, яғни құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұп-жұмсақ болып шығады, әрі кез келген ішіне начинка салуыңызға болады. Ол үшін 2 жұмыртқаны алып, үстіне қантымызды саламыз. Және де тұз саламыз. Тұзды шай қасықтың 4/1 бөлігіндей саламыз. Яғни шым-шым тұз деп айтады ғой. Сол сияқты кішкентай ғана тұз саламыз. Араластырамыз. Үстіне сүтті құямыз. Тағы да араластырамыз. Ұнды саламыз. Ұнды електен өткізіп салыңыздар міндетті түрде. Араластырамыз. Бұл рецепттің бір жақсы жері, ешқандай таразының қажеті жоқ, барлығын стаканмен өлшеп сала берсеңіздер болады. Ас содасын саламыз. Жарты шай қасық. Араластырамыз да үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Барлығында сол стаканмен өлшеп сала берсеңіздер болады. Және де сұйық майымызды құямыз. Араластырамыз да 10 минутта бөлме температурасында қалдырамыз. Сонда ешқандай ішінде түйіршіктер, ештеңе болмай, осындай бізде қоймалжың тесті пайда болады. Құймақты пісіретін табамызды майлаймыз, бірақ бір-ақ рет майлаймыз. Келесі құймақты пісірген кезде майлаудың қажеті жоқ. 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Піскен құймақтарымызды ыдысымызға салып, бетін жауып қоямыз. Сол кезде ол жұп-жұмсақ болып тұратын болады. Барлығында солай пісіріп аламыз. Барлық құймақтарымызды осылай кезек-кезегімен пісіріп аламыз. Бірақ бетін жауып қоюға ұмытпаңыздар. Мінекей біздің құймағымыз дайын болды. Осылай қылып та ұсынсаңыздар болады. Немесе ортасына салма дайындасаңыздар да болады. Мен қалғанына салма салдым. Яғни менде сүзбе мен вареный сгущенканы араластырып, осының ортасына салып шықтым. Ортасына салманы дайындаймыз. Ол үшін сүзбе мен вареный сгущенканы араластырып, блендермен еземіз. Кез келген сгущенканы пайдалансаңыздар болады. Ақ сгущенканы пайдалануға да болады. Немесе сгущенка болмаса, жай ғана секермен сүзбені езсеңіздер де болады блендердің көмегіменен. Бұның ортасына әркім өзінің қалауынша кез келген салманы дайындай сала берсе болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер достар. Сіздерге, сіздің балдарыңызға, өздеріңізге өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Себебі бұл жұп-жұмсақ болып шығады. Кейде бір рецепттерде көрсетіліп жатады ғой, жаңағыдай сыртына майлап жатады. Блинчиктің әрқайсысынан сыртына сармай жағып жатады. Бұған ешқандай ондай қажет емес. Тек қана жай ғана пісіріп, табақтың бетін жауып қойсаңыздар ғана болды. Өз буына жұмсарып тұра береді. Және де достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарияда жазуды ұмытпаңыздар.
қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.